Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін тюльпан тәріздес самсалар дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май, қаймақ, ұн, су, май, қопсытқыш және тұз қажет. Алдымен ыдысымызға сары майды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Үстіне жылы суымызды құямыз. Ыстықтау болғаны дұрыс, кішкене судың. Жақсылап араластырып, үстіне тұз саламыз. Оның үстіне май құямыз. Қаймағымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз, електен өткізіп. Оның үстіне қопсытқышымызды саламыз. Қасықпен осылай араластырамыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр қылып илейміз. Иі қанғанша қамырды осылай қайтарып, жақсылап илейміз. Қамырдың иі қану керек. Енді пакетке салып, 1 сағат көлемінде тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына мен тауық етін пайдаландым. Және 1 пияз. Үстіне осылай майдалап саламыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш және паприка салып, жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз тұнды, 2 бөлікке бөлеміз. Осылай ұзынша етіп алып, енді видеодағыдай кесеміз. Жаюға ыңғайлы болу үшін осылай кескеніміз дұрыс. Дөңгелетіп жаямыз. Шетін пышақпен кесеміз. Салмасын салып, түйеміз. Мінекей видеодағыдай түйіп шығамыз. Мінекей дөңгелек өте әдемі, нәзік болып шығады. Екіншісін көрсетемін. Екіншісі де дайын. Өте әдемі болып шығады. Менде бұл ең соңғысы. Листіміздің үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне орналастырамыз. 1 жұмыртқаны алып, осылай бетіне жағып шығамыз. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ақ күнжіт, қара күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Мен ақ күнжіт қолдандым.
Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің самсаларымыз дайын, өте әдемі, дәмді, дастарханда ерекше әдемі болып көрінеді. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осындай әдемі ерекше самса дайындап беріңіздер. Тіпті мерекелік кештерге де дайындасаңыздар болады. Мінекей ортасын ашып көрсетемін. Қамыры жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.